Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Мен Машалар Артықов мектеп-гимназиясының 9 А сынып оқушысы Бақтығұлова тілекші. Бүгінгі менің жобамның тақырыбы «Мен Қазақстанның азаматымын». Тәуелсіз Қазақстан бірлік пен татулықтың мекені. Қазіргі қазақ халқына сонау замандағы ата-бабаларымыздан қалған ең асыл, ең қадірлі қасиеттің бірі қонақжайлылық қасиеті. Қазақ өзінің қонақжайлылығының арқасында келген қонағын төрге шығарып, әрқашан сыйластық таныта білген. Сондай-ақ сталиндік тоталитарлы режим жылдарында мыңдаған саяси тұтқындар Қазақстанға жер аударылды. Ал Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Кеңес одағында тұратын көптеген ұлттар біздің жерімізден баспана іздеді. Осындай қиын-қыстау кезеңде қазақ халқы қонақжайлылық танытып, оларды жылулықпен қарсы алды. Қазіргі таңда Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері тату-тәтті өмір сүруде. Біз осы тұста Қазақстандағы барлық этностардың мәдени ерекшелігін сақтау жағдайында қоғамның жалпы ұлттық рухани және мәдени құндылықтарына азаматтарды тарту үшін, сондай-ақ Қазақстандағы ұлтаралық қақтығыстардың болмауы үшін қандай әрекеттер жасаймыз? Ең біріншіден, отбасындағы тәрбие. Отбасы бұл белгілі бір дәстүрлердің, адамгершілік қасиеттердің, асыл мұралар мен қаймағы бұзылмаған дәстүрлердің сақтаушысы. Кез келген жас ұрпақ тәрбиені ең әуелі өзінің отбасынан алады. Отбасындағы тәрбиенің маңызы өте зор. Отбасында басқа ұлттардың тіліне, мәдениетіне, салт-дәстүріне деген құрмет көрсетілсе, әрбір азамат оны бойына сіңіріп өседі. Сондықтан да отбасында өзге ұлттарға деген құрмет көрсетіліп отыруы қажет. Екіншіден, мектеп тәрбиесі. Мектеп тәрбие жарысы дегендей, адам баласы кейінірек тәрбиені мектеп қабырғаларынан алады. Мектеп ішінде түрлі этностар туралы шаралар ұйымдастырылып отырса, бұл оқушыға өзге ұлттарды құрметтеуге бірден-бір көмектеседі. Мысалы, түрлі ұлттардың апталығы, олар туралы қосымша сынып сағаттары, этностардың мәдениеті, тілі, салт-дәстүрлері туралы шаралар. Мектеп қабырғасында осындай арнайы апталықтар, сынып сағаттары, шаралары өткізіліп отырса, оқушылар Қазақстанда тұратын барлық этностардың мәдени дәстүрлеріне, тіліне аса құрметпен қарайды. Үшіншіден, бұл қазақ халқының бірлігі. Қазақ халқы сонау заманнан бері қазіргі заманға дейін өте мейірімді, жанашыр, бауырмал, бір-біріне сыйлы халық болып келеді. Қазақ халқы біріне-бірі көмектесіп, бірін-бірі ойлап жүретін өте бауырмал халық. Біз өзіміздің осындай адамгершілік қасиеттерімізді өзге ұлттарға көрсету арқылы біз өзге ұлттардың қазақ халқына деген сүйіспеншілігін аламыз. Осы сәтте біз дәм-тұзы жарасқан, бір-біріне сыйлы, мәңгілік Қазақстан елі боламыз. Осылай келе, мен барша Қазақстанның азаматтарын Қазақстанның дамуына атсалысу үшін Қазақстанда тұратын ұлт өкілдердің, олардың мәдениетіне, салт-дәстүріне, тіліне деген құрметпен қарауға шақырамын.